ең алдымен басын ашып алып айтатын нәрсе атсыз жазушы. Ол бір батыр демес, мемлекеттік қайраткер демес, тарихи бір ірі қаһарман демес, жазушы. Бірақ жазушы болғанда Назым Хикмет сияқты, Әзиз Несин сияқты, Сабақатдин Әли сияқты жазушылардан қандай айырмашылығы бар? Мен бұл жазушылардың аттарын атап отырған себебім, біздің мынау жоғарғы оқу орындарына дейін мектептерді бұлай қойғанда, түрік әдебиеті оқытылғанда бізге осы Назым Хикмет пен Әзиз Несиннен басқа жазушы жоқтай болатын. Ең соларды айта береді, соларды оқыта беретін. Ал шын мәнінде Назым Хикмет қазір газеттерде жаза бастады. Назым Хикмет ол барып тұрған опасыз, отанын сатып Ресейге қашып кеткен адам. Түрік армиясында қызмет істемеймін деп кетіп қалған адам. Оның үстіне Назым Хикметтің арғы тегі қазір айтылып жүр. Польшадан келіп Түркияда түріктеніп кеткен жөйттер екен. Ал Әзиз Несин болса қаншама шығарма жазғанына қарамастан құдайсыз, дінсіз өліп кетті. Халықтың қарғысына ие болып. Осылардан айырмашылығы не дегенде атсыз, бұл ұлт жанды, түрік жанды, мұратшыл жазушы. Атсыз шығармаларын бір жазушы болам деп жазған адам емес, мысалы. Атсыздың бүкіл шығармашылығы, бүкіл творчествосы жаңағы өзінің идеясына бағытталған. Ол шығармаларын сол түрікшілдікті насихаттау үшін жазған адам. Осындай қаламгерлер болады, осындай жазушылар болады тарихта. Сол түрікшілдікті дүниеге таратам, халықтың арасына таратам деп жазған адам. Сондықтан да күні бүгінге дейін атсыздың шығармалары Түркияда жиі басылып, сатылып жатады. Қазір атсыздың шығармалары 17 кітап болып, өткен 95 жыл Стамбулда қайта шыққан. Енді атсыздың негізгі басты бағыты жазушы ретінде бұл роман. Оның өзі өлең де жазған, дастан да жазған. Сөздің түйіні біз қойшыдан ғалымға дейін тұтас бір түрік ұлтымыз. Түрік ұлтының саяси шекарасы Егей теңізі мен Дунайдан Алтайдың арғы бетіне дейін созылып жатқан алып аймақ. Тамыры тереңде жатқан бұл ұлт бір топ сайқымазақтардың саяси үстемдігімен, тілдерінің күшпен өзгертіліп бұзылуымен және жерінен қуылуымен бөлшектенбейді, жойылмайды. Қуғын сүргінге ұшыраса да, тілдері өзгертіліп бұзылса да, тағы бір көкбөрі туып, түрік елдерін бөрілі байрақ астына біріктіреді. Өзгерген тілдерін бір тұтас түрік әдеби тіліне келтіреді. Түріктерден босаған жерлерін қайтадан түріктермен толтырады. Түркия бұрын Осман Түркиясы аталып, бұл тек қана Түркиямен шектелмей, бүкіл мұсылман дүниесін, оның ішінде Ауропаны қанат жайып, соның бәрін алып жатты да, бұл негізінен мұсылман дүниесінің қорғаушысы ретінде танылды. Сондықтан кейін Осман империясы тараған кезде түрікпіз ба, Османбыз ба деген екі айтыс тартыс туды. Сол кезде Зия Gökalp бастаған осы түрікшілдер біз бәрінен бұрын түрікпіз, түрік нәсілінбіз деген сөз айтты. Мысалға сол Hüseyin Николаевтың ең алғашқы жас кезінде жазылған мақалаларының бірі, мысалға сол 25 жасында жазған мақаласының аты «Біз қай ұлттанбыз» деп аталады. Түріктер қай ұлттан дейді. Сонда сол кездегі түріктің, сол Анадолу түріктерінің арасындағы осындай идеялық тартыстың болғанын осы белгілеп тұр. Егейден Алтайға дейінгі аралықты алып жатқан түрік жастарын атсыз өзінің отты өлеңдерімен ерлікке, өрлікке үндейді. Бұл өлең 1931 жылы жазылған. Қасиетті Әрдуғаңнан тек күпірлік тапқандар,
Париж, Мәскеу сияқтыға арыжданын сатқандар, сабап қойдай көгелетіп, бас көзіңді ісірер, сенің ұлы қасіретіңді олар қайдан түсінер. Жас достарым, мен сендермен мәңгі бақи біргемін, сөгілетін күні жақын темір торлы іргенің, өмір, қайғы, боран, дауыл барлығы да өтпелі, аман болсын бауырларым, тәңір құты көктегі. Атсыз ол көпқырлы жазушы дедік, прозалық шығармаларда жазған, өлең дастандарда жазған, ғылыми мақалалар жинақтары да шыққан бұл кісінің. Бірақ осы шығармалардың барлығы негізгі бір идеяға бағытталған. Бұл түрікшілдік идеясын, түрікжандылық идеясын насихаттау. Солардың ішінде бұл кісінің басты шығармасы бұл бозқұрттардың өлімі, яғни көкбөрілердің өлімі. Екіншісі соның жалғасы ретінде жазылған көкбөрілердің тірілуі. Бұл сонау 6-7 ғасырлардағы біздің ежелгі ата-бабаларымыздың өмірін баяндайтын кесек шығарма. Ол кезде ол кісілердің, біздің ежелгі ата-бабаларымыздың өмірі күн сайын, ай сайын, жыл сайын күрес ішінде өткен, күрес аясында өткен. Олар түрік жерлерінің тәуелсіздігі үшін, тұтастығы үшін сыртқы жаулармен күрескен. Сыртқы жаулар дегенде біз кімді айтамыз? Бұл ежелгі түрік тайпаларының өзінің тәуелсіздігі үшін күрескен, бұл негізінен басты жауы бұл қытайлықтар болған. Жалпы түркі тарихында түркілердің негізгі екі жауы бар. Бұл қытайлықтар менен славяндар, орыстар. Ал қытайлықтар менен күрес өте ерте басталған. Мына осы атсыздың осындай тамаша шығармалары өкінішке орай бізде аударылу былай тұрсын, осы кейінгі жылдарға дейін атсыздың есімін ауызға алудың өзі мүмкін емес болатын. Қара сөшкір коммунистік партия келмеске кеткіл Совет одағы мұның бәріне тыйым салғанды. Енді қазір мінекей Құдайға шүкір сол тәуелсіздігімізді алып, еркін сөйлеп, еркін айтатын дәрежеге жеткеннен кейін атсызды да осында таныстыруға мүмкіндік туып отыр. Атсыз туралы біраз қазақ газеттеріне мақала жаздық, журналдарында мақала жаздық. Сосын атсыздың мынау көкбөрілердің өлімі деген романын Батырхан Дәрімбет аударуға кірісті. Оның бір 10 шақты тарауы былтыр Жалын журналында аударылды. Сол атсызды біз қалайда өзіміздің халқымызға таныстыруымыз керек, жеткізуіміз керек. Бұның тек танымдық мәні ғана емес, бұның тәрбиелік, тағылымдық мәні де өте үлкен. Хусейн Михал атсыз қандас бауырларының түптің түбі көк түріктің көк байрағын желбіретер азаттық аларына сенеді. Сонау 30 жылдары ұлы жазушының осынау асыл арманы жүзеге асатынына біреу сенсе, біреу сенбеген. Бірақ ұлы тұлғаның көрегендігіне тәнті болмасқа шама жоқ. Атадан қалған нар кескен, қол қалып қайрар күн туар, найзағай болып жарқылдап, ұрандап жауға ұмтылар. Ішінде жатқан жалынды, сырт көзден босқа жасырма, бұйықпа түрік бүксүйіп, отбасы ошақ қасында. Қанаудан көзін ашпаған, маңдайдың соры беселі, қарап та жатпай атқа мін, ел болам десең көшелі, жетемін десең жеңіске, сілкініп марғау даланы, есің ал онда бір сәтке сахар мен шапақ қаланы. Саясат, достық, түсінсең барлығы жалған сұмдықты, күлтегін жазған жазудан табасың нағыз шындықты. Сіздер түрік даналары Айдары мен түрік халқының дара тұлғасы Хусейн Михал атсызға арналған хабарымызды көріп отырсыздар. Шын мәнінде осынау ұлы тұлғаның Хусейн Михал атсыздың басып өткен жолы бүкіл түрік тілдес халықтардың оның зиялы қауымына үлгі боларлықтай.